сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Педагогика пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тәрбие әдістері, тәрбие әдістерін жіктеу. Сабағымыздың жоспарымен таныс болыңыздар. Тәрбие әдістері, тәсілдері туралы ұғым, тәрбие әдістерінің жіктелуі, тәрбие әдістеріне сипаттама, оларды таңдау және тиімді пайдалану. Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жан толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие алып шын адам болғандығы. Жалпы ғылыми педагогикалық әдебиеттерде тәрбие әдісінің мәні көп қырлы болғандықтан, оған әртүрлі анықтама берілген. Жалпы тәрбие әдісі бұл тәрбие көздеген мақсатқа жетудің жолдары, тәсілдері. Яғни тәрбие әдісі оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара байланысты педагогикалық жұмыс тәсілдері. Ал тәсіл дегеніміз әдістің бір бөлігі, тәрбие әдістің әрекетін, қажеттілігін, тәрбиелік мәнін айқындайды. Тәрбие құралдары бұл оқушының адамдық қасиеттерін қалыптастыратын, мұғалім мен баланың санасына тәуелсіз материалдар. Қазіргі кезде тәрбие әдістерін жіктеудің бірнеше түрлері бар. Жалпы тәрбие әдістері мынандай бірнеше топтарға бөлінеді. Яғни жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер, іс-әрекет және қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыратын әдістер, іс-әрекетке мінез-құлыққа ынталандыратын және өзін-өзі тәрбиелеу әдістері. Енді жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістерге тоқталайық. Бұл әдістер әңгіме, түсіндіру, этикалық сұхбат және пікірталас әдістері болып бөлінеді. Әңгіме әдісі адамгершілік мазмұны бар нақты деректер мен оқиғалардың эмоционалды айқын көрінісі. Әңгіме тәрбиеленушілерді моральды жайттарды бағалауға, олардың мәнін түсінуге көмектеседі. Әңгімені өткізуде ескерілетін жағдайлар. Әңгіме оқушының әлеуметтік деңгейіне сай келуі керек. Әңгіме көрнекі құралдармен бірге жүргізілсе дұрыс болады. Қоршаған ортаның эмоционалдық әсері әңгіменің мәні мен мазмұнына сай болу керек. Әңгіме кәсіби дәрежеде өткенде тартымды болады. Әңгіме тыңдаушыларды толғандыруы міндет. Келесі тәрбие әдісі бұл түсіндіру. Түсіндіру әдісі тәрбиеленушіге эмоционалды сөзді әсер ету әдісі. Бұл әдісті қолданғанда педагог ұжым мүшелерінің тұлғалық ерекшеліктеріне, сапасына, сыныптың білім ерекшеліктеріне сүйенеді. Бұл әдісті мына жағдайларда қолданады. Мінез-құлық формасын немесе жаңа моральдық сананы қалыптастыру және бекіту үшін, болған іске тәрбиеленушінің дұрыс қатынасын қалыптастыру үшін. Мектеп тәжірибесінде түсіндіру адам психикасына еніп, іс-әрекеттің себептерін тудыратын және тұлғаға жалпы әсер ететін сендіруге сүйенеді. Этикалық сұхбат әдісі. Бұл әдіс тәрбиеші мен тәрбиеленушінің пікір алысуға екі жақты кірісуін керек ететін жүйелі және бірізді әдіс түрі. Сұхбаттың әңгімеден айырмашылығы, сөйлеушіні тыңдап, оның ойын ескере отырып, онымен қарым-қатынас жасау жолдары айқындалады. Келесі әдісіміз бұл пікірталас. Әртүрлі тақырыптарға арналған қызу пікір сайысы. Пікірталас әдісінің негізі бұл пікір сайысы, ой күресі, ол арнайы дайындықты талап етеді. Пікірталас мақсаты белгілі бір шешім шығару. Келесі әдісіміз бұл өнеге. Өнеге өте күшті тәрбие әдісінің бірі. Ол келесі заңдылыққа негізделеді. Көру арқылы қабылданған құбылыстар тез әрі ешбір қиындықсыз санада бекиді. Кітаптардағы, кинофильмдердегі бас кейіпкерлерді, тарихи тұлғаларды, атақты ғалымдарды, саяси майталмандарды, спортшыларды, тағы да басқа адамдарды өнеге ету үлкен тәрбиелік мәнге ие. Бұл жағдайдың психологиялық негізі ретінде еліктеуді айтуға болады. Еліктеу негізінде адамдар әлеуметтік және адамгершілік тәжірибе.
Келесі әдістердің тобы бұл іс-әрекет және қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыратын әдістер. Бұл әдістерге жаттықтыру, талап, үйрету, тапсырма беру сияқты әдістер жатады. Талап әдісі бұл тәрбиешінің белгілі бір іс-әрекетін тежеп немесе ынталандыратын, жекелей қарым-қатынасты жоғарылайтын, баланың белгілі қасиеттерінің көруіне себепші әсер ететін тәрбие әдістерінің бір түрі. Қойылу формасына қарай талаптар мынандай бөліктерге бөлінеді. Яғни тікелей талап, қосымша талап, талап кеңес, ойын түріндегі талап, сенім арқылы талап, талап өтініш, талап ишара, талап қуаттау. Келесі әдісіміздің түрі бұл үйрету. Үйрету әдісі бұл пәрменді жасалатын дағдыландыру. Үйрету әдісі тез және жоғары деңгейде керекті сапаны қалыптастыру қажеттілігі туындағанда қолданылады. Үйрету әдісін дұрыс пайдалану шарттары төмендегідей. Біріншіден, мақсаттың айқын болуы, түсініктілік, тапсырманы беру уақытымен санасу, орындау жолдарын және нәтижені көрсету. Сананың бірізді және қатар тәрбиесі, үнемі бақылау жасап отыру. Келесі тапсырма бұл әдіс бұл тапсырма беру. Тәрбиелеуде кең қолданылатын әдістердің бірі. Тапсырма беру арқылы оқушыларды жауапкершілікке, өз міндетін тиянақты атқаруға, ұқыптылыққа, тағы басқа да баулимыз. Мектепте мұғалім көмекшісі, үлгерімі төмен оқушыларға көмек көрсету сияқты тапсырмалар қолданылады. Тапсырманың орындалу сапасы жөнінде көпшілік пікірге сүйенгені дұрыс. Келесі үлкен тәрбие тобы бұл іс-әрекетке, мінез-құлыққа ынталандыратын әдістер. Оған мақтау, жазалау және жарыс түрлері жатады. Мақтау әдісі бұл тәрбиеленушінің іс-әрекетіне қойылған жақсы баға. Оның түрлері қолдау, қуаттау, алғыс айту, мадақтау. Мадақтау әдісі әдептілік пен нақты мөлшерді сақтауды талап етеді. Мадақтау әдісі мынандай жағдайларда ескергенде нәтижелі болады. Балалардың мақтау алуға іштей сенімді талпынысының болуы, мақтау арқылы тәрбиеленушіні ұжымның қалған мүшелеріне қарсы қоймау, мақтаудың бала іс-әрекетіне сай болуы, мақтау арқылы оқушыға жекелей шешім қабылдауға үйрету және мақтаудың шындыққа негізделуі. Келесі әдіс түрі бұл жазалау әдісі. Жазалау қате қылықты ескертіп тежеу, өз кінәсін түсінуге әсерін тигізетін әдіс. Түрлері қосымша тапсырма беру, белгілі бір құқынан айыру немесе уақытша рұқсат етпеу, моральдық кемшілігін таныту, тағы да басқа. Жазалау әдісінің нәтижелі болуына әсер ететін шарттар. Бұл оқушының не үшін жазаланғанын түсінуі, жазаның ұжым тарапынан туындауы, жазаның нақты болуы, жазаның міндетті түрде орындалуы, тәрбиеленушінің жеке тұлғасын масқаралаудан аулақ болу, жазалау мақсатының тек ұнамды қасиеттерді қалыптастыруға бағытталуы, жазалаудың өш алу құралы болмауы. Так, Арман. Сен бүкіл мектептің парталарын жуып шығатын сияқтысың ба, иә? Сіз мен дұрыс түсінбедіңіз, апай. Иә, мен сені дұрыс түсінбедім, шынымен де. Біресе өзіңді, біресе томпақ түсем дейсің. Мүмкін таза парталар қалмай тұрғанда тоқталарсың. Соңғы ескерту. Егер де бүгін сабақтан кейін кетіп қалатын болсаң, ертең ата-анаңмен бірге келесің, түсіндің бе? Сыныпты таза ұстау ол белгіленген бір адамдардың ғана жұмыс емес. Әрбір оқушының міндеті. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Бүгін мен соны түсіндім. Барлық тәрбие әдістері бір-бірімен өзара байланысты, тәуелді, бірін-бірі толықтырады. Әдістердің бірлігі тәрбие жұмысына игі әсер етеді. Баланың білімін, іскерлігін және дағдысын тереңдетеді. Қоғамдық өмірге, еңбекке баулиды. Адамгершіліктік тәжірибесін байытады. Жалпы мәдениетін, ой-өрісін кеңейтеді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.